ата-теңді о білесіз, бізге оқшауын қаратаман. Ана сен қайдан жүріп молда олдың? Мен молда емеспін, ақсақал. Мен мұғалім. Азыр бұл чурда қаттанып жүрген адамдарды мұғалім дешеді. А мен болса аскерде жүріп, қаттанып келдім. Емесе, тей жерде тұрған ен таңдауыңды салалы. Ақылыңарды айтып қал. Арыңды қойы тұр, оқудың бізге керек еміне? Баса, тұр айтады. Біз жер менен эле оқат қылған дыйқанбыз. Біздің балдар оқу оқып өкмөт болот беле. Қой онан башыбызды ортпа. Өкмөт біздің балдарды оқып, қаттанысынып жатады. Балдарымызды оқытушымыз керек. Қыздар келдіген, сына көрдіңдер ме? Біздің мектепте бәрі оқып алды. Оқысыңар ғой? Оқымар келеді. Ем қойып өтпешеді. Дұрыс. Қойырбегенде әр оқымақ білі. Сен атын кеп? Алтынай. Алтынай, сен бұл жақта ең чоң өле естіді қыз екенсің. Анда башқа балдарды дағы мектепке оқуаңа алып кел, мақұл бол? Анда мен отын қарса барсалып жүрмін. Қыздар тоқтаула. Мектебімізге отын керек екен. Сізге кепсі тамды түрме тоқты деді. Үйге құрып, қол бармас ба? Ақылды. Қайры барып тағып етке деді. Қойшын ары, апаларымыз ұршады. Ей, сен қайда жүресің я? Ит жетім, қақ жетім тумая. Бөлі бала сет болмайды. Елдің балдары үйге ташса, сен үйден ташысың. Екінші оқшыл жаққа басып көр, шейлағыңды чаға. Оны жеңген қандайсың? Біз сізге оны оқы келдік. Анда мен сізде мектепті әрі оқып қалдым. Қызыңа неше жашты? Мұны жашпасында не қыласың? Бұға оқшылған домая қуы жетім емес, нанды деп жүрген, аты-енелі еркелерді оқуға жүреді. Тиге түшкен балдарыңды оқытып ал. Мұндай ішің бол болсын. Байқап сүреңіз. Жетім қыздар оқуасын деген закон бар ма екен? Закон-пакөнеме ішім жоқ. Қатын, сен қачаттан бері елді башқарып биларман болып қалғансың. Көп сөйлеу ішіңді қыл. Айда Таштоевтің баласы. Алып кет қызды мектебе. Мұны мектепке талдырдатып қойып, соқыны кел жачып, жантыл-жантыл кел тартап. Жапсаң қалжырбай. Айттым деген, айттым мүттім. Балдар, азыр мен сіздерге сан жазғанды алып жазуды үйретсін. Мына бұл Ленин чоң атауыз. Азыр мен сіздерге нені білсен, ошоның бардығын үйретім. Алтынай, азыр біз бұл теректерді отырғызамыз. Бұл теректер чоң ойып өз күчөктü, сен дағы көпті түрдейсің. Менен бағда сен чоң оқымысты болсын. Мына, көрдің бі? Бұл теректер кейін чоң зор болып. Тұрмыш ұшы мен ғана тұттып қалбайды. Жашылықтың барды қалсын. Балдар, оны көрба бері қара отырып тұр бол. Жеңе, емнеш менен келдіңіз? Тұрмындай, мен қыз ұзатам. Сіз ұзата тұрған қыз бұл жақта жоқ. Емне? Ана азыр көре жатарыз, ай жем бала, бері кел сүйреп шықла бұл көкпетті. Сен не тәттіген ет, алқон атын маршылар, бүрен құзын білейсің, тұр мұндай. Сіздерді мектепке келген ақылар жоқ, бұл мектеп. Ол мектеп ұран сенің. Той бет келмейді! Ұрпақла, мұнда мен сен тұзы! Мұғалімді ойын тазалады қойымен! Бас деп, Алтынай, мен сені бұл қарғалашы бұрсықтан сақтауға қалдым. Сен мені кечесің дағы, мен өзімді таптағым кечіппен. Қоярым бе, ұялам. Мен сені болыстар оқытуды сөз қойдым. Сені шарғалар оқытауыз дешті. Мен болсам ұшылдарды алары балдар күтіріш болып көріп, жүрек мені беймен жетпейді. Бәлкім, кейін сен дағы мұғалім болып қалсаң, біздің ұшыл ескі мектепті көріп күлерсің. Жүр ана жолдан талып. Директор, арадан қанша zaman өткөнүн ушундай эле билүүгө болбойбу? Силерди элдин келечегин тилеп тиккен, багып өстүргөн кишинин айткандарын баары келди. Биз силерди жакшылыкка багыштап тиккенбиз. Кээ бир убакта адам баскан жерлерде издери өндүрүшпөс болсочу. Эгерде азыр Дүйшөн экөөбүздүн тобу менен айылдын ортосунда ошол кезде басып өткөн жолубуз табылар болсо, жерге жата калып издерин өпкүлөр элем. Мен үчүн ал тарыхый жол. Мен кайра жанданып, турмушка кайра бет алып, келечегиме бел байлаган жол. Кош биринчи мугалимим, кош биринчи мектебим, кош жер кыртыштын астында көз ачылбай калган тунук булакыңды эч ким билбеген менин биринчи наристе сүйүм. Өзүңөргө белгилүү, биз bir aydan ашты. Биздин СОС Керман Гумайнер окуу тарбия комплексинде
Kırgız el жазуучусу Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун 95 жылдыгына карата иш-чараларды баштаганбыз. Мына ошол иш-чаралардын бири катары бүгүнкү 8 жана 9 класстардын окуучулары тарабынан Айтматовдун каармандарын тиешелүү чыгармалары боюнча бири-бирден сахнага алып чыгышты. Ошого күбөдөр болдуңуздар. Азыр биз алдыда отуруп, жалпы ушул бүгүнкү иш-чаранын жыйынтыгын чыгаралы деп турабыз.